Қайырлы күн достар. Бүгін мен шие компотмен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді. Бар жоғы 3 заттан жасалады. Міне осындай купшин ыдысымыз болу керек, болмаса банкіге жасай берсеңіз де болады. Осындай бір кесе шиеміз бен 1 стакан секер және қайнаған су қажет. Енді міне осылай үстіне қайнаған суымызды құйып, қақпағын жауып, бір күнге қалдырамыз. Түнде жасап қойсаңыздар, таңертең дайын болады, таңертең іше берсеңіздер болады. Міне біздің компотымыз дайын. Дәмі енді сөз жоқ, балаларға міндетті түрде ұнайды. Міне осылай стаканға құйғаннан кейін ішіндегі шиесін араластыру үшін мен 1-2 рет осылай ішіне кері құямын. Сонда шиенің дәмі шығып, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Менің видеом пайдалы болған болса, сіздерге маған лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркеліп кетіңіздер.